Икпорт деген не екен білесің ба? Бізбен бірге мінекей Дастан укол ғой, иә? Укол біреу айтты ма укол деп негізі? Иә, 18 жастасың. 18 бар болғаны. Икпорт деген не екен білесің ба? Білмейді екенмін. Енді сізді барлығы уклон деп айтады, иә? Қатты майысып қоясың ба? Иә, чо там. Көрсетші кәдімгі. Көреміз ба көке деген сияқты болды. Енді мына жерде эксклюзив болсын, мен сізге бір удар тигізіп көрейін қазір, иә? Көрейік кәні, иә? Иә, келісесің сен. Міне, көрдіңіздер, өліп таяқ жеді деп айтуға болады. Енді мен сені өзім былай көріп тұрамын, Инстаграмнан, ТикТоктан көргем. Лайк көргем, подписаться еткем, что-то в ответ подписаться еткем. Иә, енді мен сол кішкене кісілігім бар, тәкаппарлығым бар. Бүгін жеңіске жететін болсаң, саған подписка болсын, менің сыйлығым. Және де сен Байгайстан мемлекетінің уклон министрі боласың. О, тамаша. Саған мотивация болсын. Адыша, обязательно мынадан кейін қалай жеңбейсің енді? Жеңесің деп ойлаймын. Бұйырса жеңемін. Саған сәттілік. Бұның бәрі әзіл болатын, көңіліңе алма. Қай жерге барасың? Әзіл болды ма? Әзіл болатын. Саған сәттілік бауырым. Аман бол. Давай. Қолың ауырып қалған жоқ па? Нормально ма? Кішкене ауырып қалды. Міне уклонның да қандай дәрежеде екенін көрсеттім деп ойлаймын. Өліп таяқ жеді. Мен шықпай ақ қояйын рухфайтингке жігіттер. Опасно.